Қайырлы күн оқырмандарым, бүгінгі рецепт алмадан варенье жасау. Бұл вареньяның жасалу жолын өзім құрастырдым, жасап көріңіз, дәмі көңіліңізден шығады деген ойдамын. Алдымен алманың немесе ранетканың татымды және тәттірек түрін қолданған дұрыс. Алмаларды жуып, жұмсақ жерін турап, ортасынан ажыратып аламыз. Одан соң ет татқыштан өткіземіз. Оған енді қант, лимон қосамыз. Корицаны ұнатсаңыз, дәміне қарай қолдануға болады. Одан кейін араластырып, массаны отқа қойып, қайнай бастаған кезде өшіреміз. Жылынғаннан кейін тағы бір рет қайталап, банкаларға құйып суытамыз. Вареньямыз дайын, асыңыз дәмді болсын.